Көкшетау қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 8-ші сынып оқушысы Еркін Нұрданым. Менің ғылыми жобамның тақырыбы жасыл экономика, жылу сақтау құрылғысының технологиясын дамыту. Зерттеу жұмысының мақсаты тұрғын үйлерде жылыту қондырғысын жетілдіріп, жылуды ұзақ сақтау технологиясын зерттеу. Энергия мөлшерін үнемдеуде брикеттерді пайдалану тиімділігін анықтау барысында қоршаған ортаны ластауды төмендетудің мәселелерін қарастырамын. Соңғы жылдарғы мәліметтер бойынша әлемдегі отын тұтынушылық деңгей 2,8%, ал көмірді тұтыну деңгейі 5,6%-ға артқанын көрсетті. Әлемдегі орман ағаш қоры 3,4 триллион, ал көмір отынының қоры 9 триллион тонна. Көмір осы қарқынмен өндірілетін болса, алдағы 112 жылға жеткілікті. Ал ағаш қоры 284 жылға жетеді. Соңғы 20 жылда әлемде энергия тұтыну 30%-ға артып отыр. Қазақстан орман қорына бай емес. Сондықтан да елімізде орманды қорғау, молайту және тиімді пайдалану өте өзекті экологиялық әлеуметтік мәселелердің бірі болып табылады. Қазақстандағы әлемдік отын қорының үлесі көмір 3,13%, ал ағаш 9,17%-ді құрайды. Осы мәселе бойынша Көкшетау қаласындағы ұлттық табиғи парк қызметкерлерімен кездесіп, Ақмола облысындағы орманның қорғалуы жайында сұхбат алған едім. Кесілген бір ағаштың қалпына келіп өсуіне 60-тан 120 жыл уақыт кетеді екен. Сондықтан экологиялық зардаптарды ескерсек, орман алқаптарын қорғап, баламалы отынды зерттеуді қолдау керек деп ойлаймын. Отын ретінде көмірді кеңінен пайдаланамыз. Бірақ көмір жанғанда бөліп шығаратын улы газдар мен радиация мөлшерін ескерсек, табиғатқа әкелетін зардаптар өте көп. Мәселен, әлемдік статистика бойынша 1 миллион тонна көмір жанғанда 1 тонна трансуран элементтерін шығарады. Ол атом электр станциясының радиациясынан 40 есе артық екен. Сондықтан өзім өмір сүріп жатқан қаланың ауадағы радиация мөлшерін анықтау үшін келесі зерттеулерді жасаған едім. Қалалық жылу қазанынан 500 метр ары қашықтықта радиация мөлшері 0,113 миллизиверт сағатына, ал дәл осы жерден 100 метр ары қашықтықта радиация мөлшері 0,114 миллизиверт сағатына көрсетті. Осы нәтижелерге қарап, жылу қазандықтарынан шығатын радиация мөлшері бір жылда қабылданатын доза, яғни 0,11 миллизиверт сағатына мөлшерден артық екендігі анықталды. Отынның негізгі элементтерінің жылу техникалық сипаттамаларына көміртегі мен сутегі мөлшері өте маңызды рөл атқарады. Тас көмірге қарағанда тезектің көміртегі массасы өте аз, ал сутегі мөлшері көп, сондықтан да ол жылдам тұтанады. Жер астынан алынатын отындардың азайғандығынан биомассаны қолдану кеңінен дамып келе жатыр, және дамыған елдерде қолданысқа ие болып отыр. Биомассаның барлық көздерін 3 топқа бөлуге болады. Біріншісі жер үстіндегі жануарлардың биологиялық қалдығы. Сондықтан да ағашты алмастыра алатын альтернативті отын ретінде ертеден ата-бабаларымыз қолданған малдың қиын, егістік алқаптарда қалатын сабан қалдықтарымен біріктіру арқылы брикет жасауды жөн көріп отырмын. Қида көміртегі мөлшері аз болғандықтан тұтыну қиын, ал сабанда сутегі көп. Сондықтан шымтезекті сабанмен араластыру арқылы брикет жасаудың тиімділігін зерттедім. Нәтижесінде ағаш отынының меншікті жану жылуы 12 мегаджоуль бөлінген килограмм, ал дайындалған брикеттің жану жылуы 15,13 мегаджоуль бөлінген килограмм. Жану ұзақтығы брикетте 2,15 есе артық екенін дәлелдеп, ағашты алмастыратын балама отын бола алатынын анықтадым. Экономикалық тиімділігі бойынша ағаш бір жылда тұтыну көрсеткіші 25-30 куб метр қажет. Егер 5 куб ағаш 35 мың теңгені құраса, бір жылда 175 мың теңге жұмсалады екен. Ал алынған брикет егістік алқаптарында қалған қалдық сабандар мен малдың қиынан жасалғандықтан қалдықсыз өнім алып, ағашпен салыстырғанда жану өнімділігі артық болатындықтан шығыны 2,5 есе аз. Сондықтан қоршаған ортаға антропогендік әсерлерді азайту мақсатында энергетикалық кешенде жануға байланысты іргелі зерттеулерді қажет етеді. Отынды жағатын құрылғылардың технологиясын жақсартып, балама отынды зерттеу маңызды болмақ. Кәдімгі пеште отын толық жанбай, пештің түтін шығатын құбырымен жалын тура шығады. Сондықтан толық жанбаған пештен шығатын газдың радиация мөлшері көп болғандығын ескеріп, отын толық жанып жылуды ұзақ сақтайтын қарапайым пештің құрылғысын зерттедім. Отын толық жанып бітуі үшін жану камерасын 2-ге бөлдім. Нәтижесінде отын жану кезінде жалын турататын жартқыш құбырға берілмей, бөгет арқылы баяу жанады. Бұндай пештерде отын кәдімгі пешке қарағанда жану жылуының пайдалы әрекет коэффициенті 75-тен 80%-ды құрайды. Жануы ұзақ, жылуы сақтауы 48 сағат. Тұрғын үйлерде бір жылда 9-11 тонна көмір, 25-30 куб метр ағаш тұтынатынын ескерсек, жылу үнемдеу пешінде отын 2 есе кем қолданылып үнемді болады. Жылуды ұзақ сақтайтын пештің технологиясын жақсартып, балама отынды пайдаланса, ағашты алмастыратын жану жылуы артық брикетті қолдануға болады. Ауаға бөлінетін улы газдың мөлшері азайып, экологиялық таза қалдықсыз өнім пайдаланатын болады. Ауданы 150-250 метр квадрат тұрғын үй, шағын мекемелерді 48 сағат жылытып энергияны үнемдейді.